Қойшы, аю және түлкі. Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Түлкі бір тамға келіп кіреді. Аю да тамға кіремін дегенде тамның тар есігіне кеудесі сыйып, бөксесі сыймай ілініп қалады. Түлкі тамның бір кішкентай тесігінен жылт етіп шығып, айналып есікке келіп, есіктен не әрі кете алмай, не қайта шыға алмай жатқан аюдың артынан келіп мазақтап, аюдың бөксесіне сарып кетеді. Оны қойшы көріп тұрады. Аю әрең деп қайта шығып, жан-жағына қарай-қарай қойшыға келеді. Сен не көрдің? Дейді. Мен не көрейін? Бір аюдың бөксесіне бір түлкі сарып кетті. Соны ғана көрдім. Аю ашуланып, егер де осыны біреуге айтсаң, сені жеп қоямын, дейді. Ойбай, ендеше айтпаймын. Жарайды, айтсаң өлесің, деп аю кетіп қалады. Кешке ауылға келген соң қойшы мұны ауылға айтады. Ауылдағы бала шаға мұны өлең қылып айтып, шулап, ойнап жүреді. Мұны аю естіп, ыза болып, ертесіне қой жайып жүрген қойшыға келіп: Сенің адам баласына айтпаймын дегенің қаны? Сен жеймін, дейді. 3 күнге мұрсат бер, үй ішімен, ағайын туғаныммен қоштасып келейін. Жарайды, 3 күнге мұрсат бердім, деп кетеді. Қойшы далада жылап отырса, түлкі келеді. Қойшы, неге жылап отырсың? Дейді. Қойшы: Ойбай, осылай да осылай, бәрі сенің кесірің, енді өлетін болдым. Дейді. Түлкі: Үндеме, аюдан құтылудың амалын мен табайын. Не бересің? Қойшы қуанып: Ойбай, не қаласан соныңды берейін. Дейді. Түлкі: Маған өзіңнің бір бүйрегіңді бер. Дейді. Қойшы: Жарайды. Деп екеуі келіседі, уәделеседі. Түлкі айтады: Ауылыңнан бар да үлкен бір қап әкел. Аю келгенде анау жерде шаңды бұрқылдатып мен жүрем. Аю, анау не деп сұрар? Сен айт. Ол ханның баласы. Қатыны аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүрді. Сонда сен әлгі үлкен қапқа тығыл деп, қапқа тығып, қаптың аузын мықтап буып, шоқпармен ұрып өлтір. Екеуі уәделесіп түлкі кетеді. Келем деген күні аю келеді. Қойшымен сөйлесіп, енді жеймін деп тұрғанда алыстан бұрқылдаған шаңды көреді. Қойшыдан: Қойшым, анау не? Деп сұрайды. Қойшы: Ол ханның баласы, қатыны аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр. Дейді. Аю: Ойбай, қойшым, мен жасыра көр, қайда тығылам, деп сасады. Қойшы: Ендеше мұнда тығыла ғой. Деп аюды қапқа тығып, қаптың аузын шылбырмен мықтап буып, шоқпармен ұрып өлтіреді. Енді түлкі келіп күліп: Енді бүйрегіңді бер. Дейді. Қойшы қипақтап, жыламсырап, белбеуін шешкен кезде іші шырылдайды. Түлкі құлағын тіге қалып: Ол не қыңсылаған? Дейді. Сол арада қойшы: Түнеу күні бір тазының күшігін жұтып едім. Сол енді үлкен тазы болып, ішімнен шығайын деп қынсылап жатыр. Түлкі қорқып: Ойбай, қойшым, енді дос болайық. Тазыңды шығармай тұра тұр. Мен қашайын. Деп қаша жөнеліпті.